латын тілінен аударғанда ос, сүйек деп аударылады. Бүгінгі біздің талқылайтын тақырыбымыз остеология. Остеология сүйектің құрылымын, оның құрамын зерттейтін анатомияның саласы болып табылады. Негізінен медициналық жоғарғы оқу орнына түскен кезде бірінші бітетін анатомияда сабақ ол остеология, сүйектердің құрылымы, сүйектер неден тұрады, сүйектердің байланысуы, сүйектердің бөлінуі. Сүйектер олар адам ағзасында тіректік қызмет атқарады, ішкі органдарды қорғайды. Жалпы даму кезінде жаңа туған нәрестеде 806 сүйек болады, 14 жастағы балада 356 сүйек болады, ересек адамдарда барлығы сүйектер бір-бірімен қосылып, жалпы 206 сүйек қалыптасады. Сүйектердің жіктелуі. Сүйек пішіні бойынша пішіні мен көлеміне әрі атқаратын қызметіне қарай ұзын сүйектер, қысқа сүйектер, жалпақ және аралас сүйек болып бөлінеді. Ұзын сүйектер, немесе оны бізде қазақтарда жілік деп те атайды, оған қол аяқтың сүйектері жатады, ұзын сүйектері. Олардың сипаттамасы екі ұшы жуандау келген, ортаңғы бөлігі жіңішке, іші қуыс. Ішінде, қуыстарының ішінде жілік деп аталады. Ұзын сүйектің жуандық екі ұшында, яғни екі шетінде жіліктің басы немесе эпифиз орналасқан, ортаңғы бөлігі ол сүйектің денесі деп аталады, немесе диафиз, яғни сүйектің ұзын сүйектердің диафизі және эпифизі болады. Диафизі дегеніміз денесі, эпифизі басы. Екеуінің жіліктің басындағы буындық беті жылтыр шеміршекпен қапталған. Диафиз бен эпифиздің аралығында метафиз бар, мойын деп те атақ болады. Сонымен қатар оларға кіретіндері қол қаңқасы сүйектері, ол тоқпан жілік, кәрі жілік немесе шынтақ сүйек шыбық сүйектері жатады. Ал аяқ қаңқасына сан сүйегі, ортан жілігі, балтыр сүйегі, балтырдың үлкен жілігі, асықты жілік жатады. Және балтырдың кіші жілігі немесе асықты жіліктің шыбық сүйегі. Жалпақ сүйектер. Бір жағы дөңес, екінші жағы ойыс болып келеді. Онда жалпақ сүйектерде ішкі дөңес жағында, ойыс жағында ішкі мүшелер орналасады. Қуыс түзетін сүйектер. Қуыс түзетін сүйектерге жалпақ сүйектер жатады. Кемікті болып келеді. Бұл сүйектерге жамбас белдеуінің сүйектері жатады, мықын сүйегі, жауырын сүйегі жатады, ол лопатка, қабырғалар жатады. Сонымен қатар бас қаңқасы да жалпақ сүйекке жатады. Қысқа сүйектер, олар тілерсек сүйектері, предплюсный, табан сүйектері, бақай сүйектері, фаланги, қол басының сүйектері жатады. Және де білезіктің ұсақ сүйектері, білезікте 8 ұсақ сүйек орналасқан, алақан сүйектері жатады, саусақ сүйектері жатады. Сонымен қатар омыртқа да қысқа сүйектерге кіреді. Енді адам қаңқасына келетін болсақ, адам қаңқасы негізінен толға сүйектерінен, қол қаңқасынан, аяқ қаңқасынан және бас қаңқасынан тұрады. Менде бас қаңқасының сүйектері туралы видео бар, қарасаңыздар болады. Ал келесі тақырыптарды толығырақ кейінгі видеоларды талқылайтын боламыз. Бұл остеология бойынша бірінші видео. Назарларыңызға рахмет.